Ассалаумағалейкум, ағайынды бауырлар, қазақ елі. Мен ақындар мен батырлар елінен ат жөнім Әбіш Берік Болатбекұлы. Челлендж жалғастыра отырып, билікте отқан басшыларға Блатной Назарбаевтан бастап Простой ауылдың әкімдеріне шейін орындарынан кетуін талап етем. Сіздей басшылар бізге қажет жоқ. 18 миллион адамды күнделікті қажетті заттармен, азық түлікпен қамтамасыз етемей отқан элементарный маска, антисептикті тарат берсендер болады, оны үстіне ақша қосып сатпай халыққа. 18 миллион, 180 миллион деп шатаспаңыздар сіздер. Сіздей басшылар бізге қажет жоқ. Кетіңдер орнынан. 30 жыл елді қанап тонағандарын жетеді. Ассалаумағалейкум, ағайынды бауырлар, қазақ елі. Мен бүгін обращениені кімге? Генеральный прокурор Қизат Нұрдәулетов. Осы Ұзынағаш районының РУВД-сының алдында тұрмын. Жамбыл районы. Ұзынағаш. Қизат аға, мына осы қашаннан бері мына шындықты айтып, мына ел үшін, жер үшін шырылдап жүрген адамдарды осы немене ғой, штраф жазып берді. 489 баптың 10 тармағы бойынша. Бұл қашанға жалғаса да? Бұл қашан тоқтайды ма? Репрессия 37 жыл болып кетті ма не? Шындықты айтқан үшін соттайтын. Мен РУВД-ның алдында тұрмын, қазір кіріп шықтым. Бұл не деген сұмдық? Бұл елімізде не, әділдік болмай ма сонда, орнамай ма? Қизат аға, сіз осыны шешіңіз мына. Сіздің прокурор Рүстембеков бар бол дейтін жігіт. Сол келді, сөйлесті, собеседование, грубить еткен жоқ, ондай ешқандай әңгіме болған жоқ. Бірақ болмайды мынандай. Қудалығы мына 130 мың теңге жазып берді, 132 мың. Оны кім төлейді мен деген? 2 жыл болды инвалид әкемді қарап жатырмын. Сіз айтыңызшы. Осы ауданнан шыққан басшыларға айтамын мен деген. Чапыраштымыз деп. Көкіректерін дұрып жүрсіңдер ғой бәрін. Қан менікі де чапырашты, менде қаным асыл шығар оны сіздердің. О маған қалай жазды сендер онда? 30-дар ғой жеп бәрін. Маған сонда қалай сонда? Маған не қып жазады ол штрафты? Менде қаным асыл шығар сіздердің. Менде Қарасай бабадан тарағым, Алтынай Қарасайдан. Дәулеттің ұрпағым менде. Сіздер осыны шешіп беріңіздер. Осы мәселе, мына штрафты кім төлейді білмеймін деген. Штраф төлемеймін, соттайым десеңдер, соттандар мені басым мен. Ал енді осыны қарандар осы. Бұл деген сұмдық қашан жалғасады? Шындықты айтқан бәрін соттап, қудалап, 489 баппен бәрін қудалап жатыр ғой қазір. Басқа не жоқ. Біз не артық бірдеме айттым ба мен? Или өтірік айттым ба бәрін? Болып жатқан әңгімелерді айттым мен. Елімізде. Оны айтпай жатуға, немқұрайлық танытып жатуға мен ол ар-намысым жібермейді мен. Осы елдің азаматы болып жүрген соң. Осы елде қазақ, әр жер менің жерім. Осы аудан көп жігітті түсінбейді. Жер үшін шығуды білмейді олар, жер үшін дауласуды. Өйткені жердің бәрі байлардікі, ақшасы барлардікі. Сол жерін қудаламайды ешкім, бәрі бір ғой, қойшы ол бай ғой, ақшасы көп, ештеңке істей алмайсың. Мынаны дұрыстап қараңыздар, мына қудалау тоқтатыңыздар мына халықты. Мына штрафты кім төлейді білмеймін өздерін төлейтіндер. Мен төлемеймін өз басым. Ашық айтып тұрмын ғой, ютубқа шығамын. Ассалаумағалейкум, ағайынды бауырлар, қазақ елі. Мен бүгін эфирға шығып отқан себебім, кеше мені заңсыз құқық бұзды деп штраф салды. 489 баптың 10 тармағы бойынша 50 МРП 132 мың. И одан тоқтамай, олар еще WhatsApp-пен рассылка жасапты, менің ат жөнімді айтып, еще бұл құқық бұзушы деп. Мен прокурор, Жамбылский район Ұзынағаштың прокурор Рүстембеков бар болға зам начальник РУВД Ұзынағашының Сырым Кенесұлына мен түсіндіріп айттым, сіздер мен құқығым бұзып отырсыздар. Біздің ата заң бойынша бізге рұқсат етілген билікке сын айтуға, талап қоюға. Өйткені билікте отқандар ең басты міндеті ол халыққа қызмет ету, халықтың құқығын қорғау.
бірақ ол болып жатқан жоқ бізде. Сол енді соған келе отырып, мен деген түнімен статьяларды қарап, оқып, мына қазір статья бойынша сіздердікі заңды емес екенін қазір мен айтып оқып беремін. Орысша оқып берейін енді. Қазақша бұрмаланып кетеді. Статья 10 Закона Республики Казахстан об общественном объединении создается по инициативной группе граждан Республики Казахстан не менее 10 человек. 23 статья Республики Казахстан. Граждане Республики Казахстан имеют право на свободу объединения, деятельности общественных объединений регулируется законом. Статья 7 закон гласит, в Республике Казахстан могут создаваться общественные объединения. 5 статья Конституции гласит, в Республике Казахстан признается идеологически и политически многообразие. Көше партиясы не могут заставить регистрироваться, так как мы не коммерческая организация. Мы действуем в рамках Конституции статьей 5, статьей 20 пунктом 1 и 2. Статья 23 пунктом 1 и статью 7 статья Закона о регистрации общественных объединений. Бұл енді біздің УК ғой енді, бұл рұқсат берілген ата заңымызда, Конституция. Енді международный Конституцияға келген заңға. Статья 22 Международного соглашения о политических и гражданских прав человека, пункт 3. Закреплено нечто в настоящей статье не дает права государствам, участвующим в Конвенции международных организаций труда 1948 года относительно свободы ассоциации и защиты прав на организацию, принимать законодательные акты в ущерб этим гарантиям. Исполнять данную норму обязует статья 4 Конституции РК, части 3, международные договоры, ратифицированные республика имеет приоритет перед ее законами. Порядок и условия действия на территории Республики Казахстан международных договоров, участником которых является Казахстан, определяется законодательством Республики Казахстан. Соған келе отырып, международный конвенция, соглашение бойынша, пакт, статья 22 бойынша, пункт 3 бізде болады екен. Статья 4 международный бар, құқықты қорғау. Қазақстан 10 статья, 23 статья, оқыңыздар, 7 статья, 5 статья, 20-23. Сіздер негізі прокурор, зам начальник робыда білулерің керек қой статьяның бәрін. Сіздер юридическийді бітірмеп бердіңіздер, оқыдыңыздар. Сіздер енді менен бөлек басқа адамдар қалай енді заң қолданып жатсыздар, заңды білмесеңдер. Мына биліктегі айтатын генеральный прокурорға, сот төрағасына сіздер осыны қолға алыңыздар. Сіздер халықтың мүддесі үшін жұмыс істеуіңіз керек. Мына штрафты өздері төлей ма или аннулировать ете ма, өздері қарасын. Мен төлемеймін. Тағы да бір айтайын. Менің аты жөніммен рассылка жасауды қойыңыздар. Мен ешқандай қылмыстық іс бұзған жоқпын. Ата заң бойынша бәрі рұқсат бізде. Өйткені осы мемлекеттің ең бірінші бастауы, халық, единственным источником власти является народ. Қазынасы, байлығы осы мемлекеттің, біз қазақтармыз. Ал қош сау болыңыздар.